біздің мектебіміздің оқушылары қазақ тілі пәнінен өзге ұлт өкілдеріне арналған республикалық олимпиадаға қатысып, жоғары нәтижелер көрсетті. Бұл олимпиадаға қатысу біз үшін өте маңызды болды. Енді осы жайлы қатысушылардың ойын тыңдап көрейік. Қазақ тілін білу өзіме сенімділік береді. Сонымен қатар мен тұратын елге деген құрметтің белгісі. Олимпиада білімді жетілдіруге жақсы мүмкіндік. Және де менің басты мақсатым бәсекеге төте беріп, өзімді жақсы жағынан көрсету. Қазақ тілі менің екінші тілім болса да, оны жақсы меңгергім келеді. Қазақ тілі арқылы Қазақстанның мәдениетін, салт-дәстүрлерін жақсырақ түсінемін. Қазақ тілінен олимпиадаға қатысу арқылы дағдыларды жақсырта аламын. Менің ойымша, бірнеше тілдерді білсем, өз дүниетанымды кеңейте аламын. Ал қазақ тілі туған жердің мемлекеттік тілі. Сол себептен оны үйренгім келдім. Осы олимпиадада қазақ тілі пәнінен білім деңгейімді арттырдым. Менің ойымша, мемлекеттік тілді білу маңызды дағды. Бұл маған еркін сөйлеуге, оқуға көмектеседі және маған көптеген мүмкіндіктер береді. Маған олимпиадаға қатысып, өзімнің қазақ тілін білу деңгейімді сынаған ұнады. Олимпиадада қолайлы интерфейс, жан-жақты сұрақтар болған. Және қазақ тілін білу зияткерлік мектеп оқушысына қойылар талап қана емес, ол мемлекеттік тілге құрметіміздің көрінісі. Ұлтым неміс болса да, жаным қазақ. Қазақ тілін жетік меңгеру менің ең басты мақсатым. Мен Қазақстанда тұрамын. Сол себепті мен қазақ тілін белсенді түрде оқып жатырмын. Мен үшін олимпиада тәжірибе және білімнің көрсеткіші. Ең басты олимпиада менің қазақ тілімен меңгеру деңгейімді көрсетеді.